Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Біз бүгін өте ерекше әрі маңызды тақырып маңайында әңгіме өрбітеміз. Яғни ұлттық киім, ұлт бейнесі тақырыбында әңгімелесеміз. Енді киім дегеніміз жай ғана ол сырт бейне емес, ол мәдениет, ол тарих, ол белгілі бір ұлттың салт дәстүрін, болмысын, дүниетанымын көрсетеді. Енді соның ішінде алатын болсақ, қазақ халқының ұлттық киімдері сонау ғасырлардан бері қалыптасқан, қазіргі біздің ұрпаққа жеткен ұлы мұралардың бірі. Бүгін біз ұлттық киімнің мәнін, оның ерекшелігі және қазіргі қоғамдағы алатын орны туралы әңгімелесеміз. Ол үшін осы тақырыпты толық ашу үшін арнайы шақырылған қонағымызбен таныстырып кетейік. Ардай мектебіміздің ардагер ұстазы, физика пәнінің мұғалімі, бірнеше балалардың аяулы әжесі, ардақты ана Молдабекова Тоты Елеубековна. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, оқырман қауым? Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Енді біздің әңгімеміз ұлттық киім тақырыбында өрбитін болғаннан кейін, ең бірінші осы ұлттық киім дегеніміз не? Сол жөнінде толық айтып кетсеңіз. Енді бұл ұлттық киім дегенде әр халықтың өзінің ұлттық киімі бар. Белгілі бір дәрежеде оның климатына қарай, тұрмыс тауқыметіне қарай, климаттық жағдайына, кәсіби және салт дәстүріне байланысты қалыптасқан киім үлгілерін айтуға болады. Енді біз қазақ халқы көшпенді халық болғандықтан, біздің ұлттық киімдерімізге ең бірінші жататыны шапан, тон, саптама етік, үлкен кісілердің тымақ, осылардың бәрін айтуға болады. Енді әсіресе қазіргі уақытқа дейін жалғасып отырған біздің ұлттық киімдеріміздің бірі шапан. Шапанды әр кезде, әр мысалы жақсылықта үлкен кісілерге иықтарына жауып жатады. Біздің өзіміздің осы шапанымыз барлық дәстүрді айқындап тұрғандай. Дұрыс айтасыз. Шапан жабу дегеніміз осы бұрынғы ұлттық дәстүрден қалған ғой, яғни үлкенге деген құрметіміз, жаңағы өзіңіз айтқандай той домалақтардағы сый сияпатымыз ретінде үлкендердің иығына шапан жапқанбыз, Әрине, шапан ең бірінші біздің ұлттық болмысымызды білдіріп тұрады. Жақсы, рахмет. Енді жаңағы ұлттық киімдерді айтып отырмыз ғой, енді бұрынғы ата-бабаларымызбен түсірілген бір деректі фильмдердің бәрін алып қарап отырсаңыз, барлық әйелдерді, әйел кісілерді, ер адамдарда ұлттық киіммен жүреді ғой үнемі. Соған қарағанда әйел адамдардың соның ішінде ұлттық киімі өте ерекше. Ерекше әсемделген, ерекше безендірілген. Атап айтатын болсақ, қыз балалардың сәукелесі. Сол сәукеле жайлы не айтып кете аласыз? Әрине, ұлттық киімдердің ішінде сәукеленің орны ерекше. Ол ұзатылған қызға дайындалатын негізі ұлттық киімнің, әсіресе бас киімнің түрі. Оның өзі әшекейленіп, алдын ала дайындалады. Жаңағы биіктігі, оның жасалуы асыл тастардан, алтыннан, күмістен безендіріледі. Оның жаңағы қыз баланың қандай әулеттен шыққандығын білдіретіндігінде, әсіресе оның жасалуында жаңағы керемет әшекей тастардың өзі оның тұрмысы қандай жағдайда екендігі, яғни текті әулеттен шыққандығын қыз баланың білдіріп тұрады. Сәукеле өте біздің ертеден келе жатқан осы ұзататын қызға арналған ұлттық бас киіміміз. Яғни қыз баланың үлкен ана болу, жар болу жолына аттағандағы ұлттық бас киімі болып табылады. Жақсы, ал енді тұрмысқа шыққан әйелдер не киген? Тұрмысқа шыққан әйелдер олардың жас ерекшеліктеріне қарай кимешек киген. Мысалы, жас келіншектерге арналған болады, орта буындағы жастарға арналған болады, сосын үлкен әжелерімізге арналған кимешектер болады. Сол кимешектерді киіп, олар өзінің ана болғандығы, әже болғандығын айқындайтын нағыз ерекше ұлттық бас киім деп ойлаймын. Жақсы.
Енді ер азаматтардың киімдеріне тоқталсақ. Енді біздің ер азаматтарымыздың киімі, жаңа айттық қой, шапан деп. Шапанды айтуға болады, тон, Мгм. бешпент, саптама етік, Аха. тымақ, белдіктерді айтуға болады. Мгм. Енді осының ішінде шапан кең болып тігіледі, Мгм. бархыт, матадан тігіледі. Әсіресе үлкен адамдардың өзінің анау жас ерекшеліктеріне қарай тігіледі. Иә, Ал иә. енді тонды әрине қасқыр ішік деп айтып Аха, жатады. аха. Мысалы біздің өзіміздің төрт түлігімізге байланысты киюге болады. Мысалы Мгм. тонның түрлері көп әрине. Енді саптама етік деген былғарыдан жасалады. Мгм. Кәдімгі былғарыдан аяқ тоңбайды, оның ішінен байпақ салынады мысалы. Иә, Ал енді иә. бешпент деген жаңағы тондардың ішінен қазіргі мысалы біз костюм дейміз ғой, Иә, соны киетін бешпент деген болады. Мгм. Одан кейін белдіктердің де түрлері көп. Оның ішінде белдік біздің осы ерлеріміздің әсіресе батырлыққа, төзімділікке бейнелейтін белдіктердің түрлері көп. Мгм. Осы енді ерлеріміздің киімдері әсіресе оларды батырлыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Оның ішінде біздің ықшамды аттың үстінде жүреді ғой, ертеде біздің Иә. ата бабаларымыз. Сондықтан аттың үстінде мінгенде ыңғайлы болу үшін саптама етік, жаңағы түлкі тымақ дегендерді киген екен. Иә, иә, дұрыс Біздің айтасыз. үлкен әке, мысалы ата бабаларымыз. Жаңағы енді айтып жатырмыз ғой, бұл тұрмыс салтымызға қарай Әрине. бейімделіп тігілген деп. Әрине. Сонымен қатар енді көшпенді халық болғаннан кейін қысы жазы далада жүреді сыртта. Әрине. Сонда жаңағы тымағыңыз, ішек, тон, соның барлығы ыстық суыққа төзімді қылып тігілген ғой енді. Әрине солай жасалған. Біздің халықтың өзі киім киісінің өзі бір керемет, мен ойлаймын, мақтануға да тұрарлық. Жақсы. Енді қараңызшы, жаңағы ұлттық киімдерде көбіне ұлттық ою өрнектерді салған және әдемі әшекейлермен безендірілген ғой. Сол жағына не айтып кетуге болады? Енді ою өрнектер дегенде біздің қазақтың ұлттық ою өрнектері шексіз деп айтуға болады. Анау қошқар мүйізден бастап айтсақ, қошқар мүйіз бар, түйе табан дейді, сыңар мүйіз дейді, қос мүйіз дейді. Мысалы қошқар мүйіздің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Ирек, мысалы өзен су, көлдерге байланысты айтылған, түрлі табиғаттың, мысалы өсімдік гүлдерге байланысты айтылған. Соның ішінде біздің осы қошқар мүйіз көп қолданылады. Қошқар мүйізді, өйткені оның мынау табиғатының өзі қошқар мүйіздің нені білдіріп тұрады. Құдай, мысалы жанды жағындағы молшылықты білдіреді. Мынау философиялық өзі өте тереңнен айтуға болады қошқар мүйізді. Барлық біздің ұлттық болмысымыздың ішінде осы қошқар мүйіз көп қолданылады. Әсіресе біздің тұрмыстық, мысалы қазіргі кезде көп қолданыста жоқ. Енді кейінгі уақыттарда анау жасап жатыр ғой, стаханаларда кездеседі, мысалы әбдірелер, сандықтар деп айтамыз. Қазіргі бесіктер бар, мысалы балаларға жасалатын. Осылардың барлығында біздің ұлттық ою өрнектеріміз нақышына келтіріліп жасалады. Әсіресе қошқар мүйізді көп пайдаланамыз біз. Зергерлік бұйымдардың рөлі қандай деп ойлайсыз? Енді біздің дәстүрімізде зергерлік бұйымдар, ол өзің айтпақшы, жаңа ата бабамыздан келе жатыр ғой. Оның ішінде зергерлік бұйымдар әсіресе қыз балаларға, әйел адамдарға, ер адамдарға да арнап жасалған. Соның ішінде бізде зергерлік бұйымдарға, мысалы қыз балалардікін, әйел адамдардікін айтатын болсақ, алқа, қыз балаларға шашбау, әйел адамдардың жүзіктері, ер адамдарға да мысалы ертеректе жүзіктер тағылған, күмістен тағылған негізі көбіне. Қыз балаларымыз біздің шаштарына шашбау, сосын бойтұмар таққан. Сондықтан зергерлік бұйымдардың ішінде әсіресе олар осы сақина, жүзік, білезік, алқа, шашбау
шолпы бәрін айтуға болады. Бұлардың барлығы әсем тастармен, жаңағы күміспен, алтынмен безендіріледі. Сондықтан біздің ұлттық киімімізге қарай ұлттық зергерлік бұйымдарымызда ерекше деп айтуға болады. Жақсы. Ал енді қазіргі кездегі жастардың осы ұлттық киімдерге деген көзқарасы қалай? Қазіргі жастардың қызығушылығы артып келеді. Әсіресе ұлттық киімдерімізді біз заманауи киімдерге сұранысқа ие болып жатыр. Бүгінде ұлттық киімдерімізді біз әрине мерекелерде, наурыз мейрамдарында киеміз. Енді қазіргі кейінгі дизайнерлер ұлттық нақышта заманауи дәстүрде ұлттық нақышқа келтіріп киім кешектерді, мысалы әсіресе қыз балаларға, ер балаларға болсын ұлттық киімдерді шығарып жатыр. Біз оны қолданысқа мысалы алып жатырмыз. Соны жастар қызығып жатыр, жастар көп киеді қазір. Мысалы жастар оларға тіпті әлгі сұранысқа ие болғандықтан бір-бірін көріп қызығып жатыр деп ойлаймын. Жастар арасында ұлттық ою бар, көйлек, камзол, шапан барлығы қазір тігіліп жатыр. Ұлттық құндылықтарға әсіресе біздің жастарымыздың құрметті артып келе жатыр деп ойлаймын. Ұлттық киім тек қана өткеннің белгісі емес, біздің болашағымыз, барымыз, байлығымыз деп ойлаймын. Жақсы, енді сонымен бірге сізге қоса кетейін. Қазіргі мектептерді алатын болсаңыздар, мектепте де сынып-сыныппен қазақи жаңағы ұлттық ою өрнектерді қондырып, жилеткалер тіктіріп жатыр, иә? Қандай керемет мысалы. Бір сынып бірдей ұлттық киімде отырғанда көзге өте тартымды көрінеді. Әрине, осы өзіміздің мектептегі де әсіресе өзіміздің бастауыш сыныптың оқушылары бірдей киіп, тамаша өнер көрсетіп, әсіресе наурызда, мейрамдарда киіп отырады. Оны көріп жүрмін өзімді. Сабаққа қатысқанда біздің мектепте қолданысқа ие болып жатыр қазір. Яғни жастар, оқушылар барлығы қызығады деп ойлаймын. Ұлттық киіміміз біздің дәстүрден қалмай заманауи түрде жалғасады деп ойлаймын. Жақсы. Құрметті тыңдармандар, ұлттық киім халықтың рухани байлығы. Оны сақтау әрқайсымыздың міндетіміз. Ұлттық киім біздің кім екенімізді, біздің қай ұлттан екенімізді көрсетіп отырады. Сондықтан ұлттық мұрамызды сақтап, дәріптеп, оны күнделікті өмірде насихаттап жүре берейік. Құрметті Тоты Елубековна, бізге келіп, мына болашақ ұрпаққа ұлттық киім туралы үлкен мағлұмат берді деп ойлаймын. Сізге көптен көп рахмет. Жақсы, сіздерге де көп рахмет шақырғандарыңызға. Өте тамаша сұхбат болды деп ойлаймын. Aşık yapma. Ben Kazak'ım, ben her gün şirketinde